Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы замиокулькас гүлі туралы айтатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, мен әр видеомда арасында осы замиокулькас гүлдерінің қалай суару керек, қалай көбейту керек, ол замиокулькас гүлінің қандай мөлшерде біз тыңайтқыш береміз, сол туралы айтып жүрдік. Енді бүгінгі видеода мен сіздерге осы замиокулькас гүлін біз қалай жіппен суару әдісі туралы сіздерге айтқым келіп отыр. Менің видеоларымда, алдыңғы видеоларымда қарасаңыздар, мен осы замиокулькас гүлін осындай суға салып өсіргенмін. Мына замиокулькасты міне өздеріңіз қарасаңыздар, мынандай өскін өсіп шықты. Бұл негізі мына замиокулькас бәрі жасты, бәрін бір уақытта отырғызғанмын. Бірақ мен осындай әдіске көшіп, мен замиокулькастың бір жапырағын осындай қылып суға салып қойғанмын. Қазір қарайық. Мынандай болып өскін өсті. Өздеріңіз көрсеңіздер. Енді мен бұл суда отырғызғым келіп тұрған жоқ. Бұны қайттан құмға отырғызамын. Бірақ құмға отырғызғанмен мен жіппен суару әдісімен отырғызғым келіп тұр бұны. Сосын тағы да бір осындай мен бір замиокулькастың 4, 8, 12 жапырағын өстіп көбейтіп отырғызғанмын. Міне соның тағы бір 4-еуін осындай қылып өткен бір видеомда мен сіздерге көрсеткенмін. Бірақ бұны мен құмнан алып осындай әдіспен салғанмын. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, мынандай өскін берді. Бұл құмда отырса бұндай өскін бермес еді. Мына жерде 2 өскін шығарайын деп тұр екен. Мына жерде біреу, міне көрінсе, мына жерде 2-ші өскін шығып келе жатыр. Мына жерде бір өскін шығыпты. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, өте жақсы нәтиже беріп тұр. Суару, өсіру әдісі. Міне қарасаңыздар, барлық замиокулькастың жапырақтарында өскін бар. Енді мен бұны арман қарай бұл суға отырғызбаймын. Замиокулькастардың барлығын мен қазір бір ыдысқа отырғызып, оны жіппен суару әдісімен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Ал енді мына замиокулькастың жапырақтары, осы мыналардың барлығы, бұлар бәрі бір уақытта өскен гүлдер. Бірақ мен мынау жапырақты мыналардан бұрын суға салып қойғанмын, эксперимент есебінде көрейін деп. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, өте үлкен мынандай қылып картошкасын үлкейтіп, мынандай бір өскін берді. Мен осы өскінін күтіп жүредім. Ал бұны кештеу салдым. Соның өзінде міне қарасаңыздар, өте жақсы нәтиже беріп тұр. Барлығында да өскін бар. Ал енді қазір біз мына құмда тұрған замиокулькасты көрейік. Өскіндері, картошкалары қалай болып өсті екен. Мен енді мынаған тастай берейін астына. Өйткені қазір біз бұны қайттан отырғызатын боламыз. Міне бұл да өскін шығарып келе жатыр, бірақ өте жай шығарып келе жатыр. Міне көрсеңіздер. Бұнда да өскін бар, жоқ емес. Міне мынада да өскін бар. Ал егерде біз бұны суға салып қоятын болсақ, бұл өзі үлкен бізге өскін береді. Мен сіздермен бірге осы 4 жапырақты мен қазір қайттан бұл құмына көмбеймін. Бұны мен мынау жапырақтардың орнына суға салғым келіп тұр. Өйткені мен қазір бұл жапырақтарды өздерін бөлек отырғызатын боламын. Сіздерге ол үшін кішкене майда дренаж керек болады. Сол майда дренаж арқылы біз бұл замиокулькасты мынаны отырғызып қояйын. Қайттан өзінің орнына осы дренаждарын салып қоямыз. Сөйтіп, қайттан өзінің алдыңғы замиокулькастың орнына суға салып қоямыз. Бұл өз суда осылай өсіп тұра береді. Негізі айтып жатады, осы мен көп естіп жатамын гүл өсірушілерден, замиокулькастың жапырағын ұзақ суда отырғызуға болмайды. Тамыр шіріп кетеді деп жатады. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, ешқандай тамыр шіріген жоқ. Міне енді осыны мен қазір мына суға қайттан салып қоям. Шамалы су құйып қоямын.
бұл өзі осылай өскін беретін болады. Енді тағы сіздерге бір айтқым келіп тұрғаны, мысалға мынау келе-келе замиокулькастың мынау жапырақтары қурайды, иә, міне осының біреуі қурап қалды, бірақ астында картошкасы бар. Енді осы картошканы да мен жіппен суару әдісімен суарғым келіп отыр. Мысалға біз кей кезде бұл замиокулькасты қатты қуратып аламыз, құмын құрғатып аламыз қатты. Кей кезде көп мөлшерінен байқамай суды көп құйып жібереміз. Сол кезде бұл замиокулькастың бір қатты қурап, көп мөлшерде суарылып кеткен жағдайда бұның тамырлары шіруі мүмкін. Сондықтан да біз бір қалыпты суарылып тұру үшін бұл замиокулькасты қазір біз жіппен суару әдісімен отырғызатын боламыз. Содан кейін барып біз бұл замиокулькастың арман қарай қалай өсіп жатқанын көретін боламыз. Негізі бұл замиокулькасты біз жаңағыдай жіппен суармай суға отырғызып қойсақ та болады. Бұл суда да жақсы өседі. Қазір мен мына кішкентай жуып жіберіп, сосын бұны суға отырғызып қойсақ та болады. Бұл суда да жақсы өсетін болады. Бұны сосын арман қарай қадағалап қарайтын боламыз. Қалай өсіп жатқанын суда. Міне көрдіңіздер ме? Картошкасы бар. Бұны тастамаймыз, бірақ жапырағы мынандай қылып қурап қалған. Енді осыны керамзитке салып, суға салып қоямыз. Сөйтіп өсіретін боламыз. Көрейік, өскін шығара ма, шығармай ма, соны сіздермен эксперимент жасап көрейік. Міне енді осыған қазір біз жаңағы замиокулькасымызды салып, керамзитке толтырып үшін, майда керамзитке. Сөйтіп қазір қайттан оған су құйып қоямыз. Сосын ол өзі өсіп тұра беретін болады. Негізі маған осы әдіс өте қатты ұнады. Өйткені осы әдіс арқылы замиокулькастың жапырақтарының тез өскін беріп жатқанына менің көзім жетті. Сондықтан да сіздерге де кеңес берем. Егер де замиокулькастарыңыздың жапырақтары, көбейткен жапырақтары өспей жатса, осындай әдіспен көбейтіп алып барып, кішкентай өсіріп алып барып, сосын барып құмға отырғызсаңыз болады. Міне осылай, енді осылай суда тұра береді. Сөйтіп ол өзі өскін беретін болады. Мен сіздерге жаңағы мына замиокулькастарымызды қазір осы сумен өсіру әдісін қайттан жасаймыз. Біз жаңа өздеріңіз көргендеріңіздей, міне мына замиокулькастардың барлығы осы сумен өсіру әдісінен шыққан. Бұларды енді біз жіппен суару әдісімен қазір жасаймыз. Бұлар уже өскін шығарды. Ал енді өскін шығармағандарын қазір біз мынандай сумен суару әдісіне қайттан салып қоямыз. Мынадан да алайық. Мен енді осы замиокулькастың барлығын көрдіңіздер ме? Бұдан да кішкентай өскін шығып келе жатыр екен. Осылай саласыздар. Сосын үстіне майда керамзиттен толтырып салып қойсаңыздар, сіздердің де замиокулькастарыңыз тез қарқынды өсетін болады. Егер де майда керамзит болмаса, үлкен керамзитке де салсақ болады. Міне мынау су құйылған ыдыс, осыған міне өсіп салып қоямыз. Қазір өзі ішіне суға толған уақытта өзі бір қалыпты осы судың ішінде тұратын болады. Кішкене су құйып қойсақ болады. Болды. Енді біз мына замиокулькастарымызды жіппен суару әдісімен суаратын болсақ, міне мен мынандай кішкене стаканчик алдым. Оған мынандай қылып тесік жасадым. Қазір осыған біз міне астына мынаған су құямыз, мына стаканчикке. Сөйтіп мына салып қоямыз. Міне 3 саусақтай, міне көрсеңіздер. Орын қалды. Негізі мынау үстіндегі ыдыс астындағы суға тимей тұру керек. Мынандай капрон жіп аламыз. Қазір осы капрон жіпті қиып, жартысын осы горшокқа салатын боламыз. Міне
Енді осыған қазір құм саламыз. Енді замякулькастарымызды осыған отырғызамыз. Мен осы 4 замякулькасты да осыған отырғызғым келіп тұр. Ашуы тығыз болған сайын бұлар жақсы өсетін болады. Міне 4-еуін салдым, енді осыны құммен толтырамыз. Бұл жақсы өсуіне көмектеседі замякулькастың. Сосын бір қалыпты суда бір қалыпты суарылып тұрады. Енді бұл көрейік, бұл да эксперимент есебінде. Бұл замякулькас, бұл суда өскен замякулькас қой. Енді жіппен суару, міне мына астында жібі тұр. Енді осы жіппен суару әдісінде қалай өседі екен, оны да бір байқап көрейік. Оған да бір эксперимент жасап көрейік. Енді біз бұл жіппен суару әдісінде тек қара су құйып қоймаймыз. Өйткені қара су құятын болсақ, бұлар қара суға өспейді. Сондықтан да мен мынандай әр видеомда мен көрсетемін. Биогумус бар менде. 1 литрлік осыны алып қойғанмын. Қай уақытта осыны пайдаланам. Мынандай 1 литр суға 1 миллиграмм. Енді менде мына жерде 1 литр емес, мен 700 миллиграммдай ғана алсам болады. Биогумустан 700 миллиграммдай ғана аламыз қазір. Осымен біз қазір жаңағы жіппен суаратын замякулькасымыздың ыдысына осы судан құйып қоямыз. Құйып жіберейік. Міне жібіміз, көрсеңіздер, міне жібіміз суда тұр. Ондай су қатты, көп су құйған жоқпын. Енді осылай кішкене құмға да құйып жіберейік. Жібі су тартам дегенше құмда су тартылып тұрады. Міне енді осылай біздің замякулькасымыз суда осылай жіппен суару суында тұратын болады. Суы азайып баратса, қайттан осындай қоспа қосып, біз суына қайттан су толықтырып қоямыз. Мына замякулькастарды, міне көрсеңіздер, бұлардың да картошкілері жақсы болып өсіпті. Мынау өскін шығарып келе жатыр екен. Міне мынау да картошкасы жақсы өсіпті. Міне мынау да жақсы өсіпті. Ал мынау кулькастың несі, жапырағы шамалы сарғайып кеткеннен кейін алып қойып едім. Бұл да не кішкентай картошка беріпті. Не картошка беріпті. Енді осының барлығын біз бір горшокқа отырғызатын боламыз. Бұның тесігі үлкен, сондықтан да астына дренаж салмаймыз бұған. Құмның өзін саламыз. Шамалы несін көтеріп қоямыз, жібін. Енді осыған замякулькастарымызды отырғызамыз. Бәрін бір ыдысқа отырғыза береміз. Замякулькастардың ыдыстары тар болған сайын, олар өздерінің картошкасын жақсы өсіреді. Мынау да өскін, бұны да салып қоя берейік. Бұл да өсет деген ойдамын. Қазір біз мына ыдысымызға су құямыз. Ішінде тыңайтқышы бар су. Сөйтіп, міне көрсеңіздер, жібі шығып тұр. Осы жіп мына суға тиетіндей қылып. Кішкене. Не? Кішкене суарып жібереміз. Міне енді біздің замякулькасымыз тез өскін беріп, тез өсетін болады. Егер жақсы өскін шығарып жатса, ол кезде біз бұл замякулькасты алып, үлкен ыдысқа отырғызатын боламыз. Міне жібі ішінде тұр, көрсеңіздер. Сосын тағы бір сіздерге көрсетіп жіберейін дегенім.
өткен менің видеомды көрсеңіздер, менде мынандай қара равен сатып алғанмын. Бұны мен екіге бөлгенмін, көбейтем деп. Бірақ бұл жай өсіп тұр. Негізі бұл да жақсы өсетін гүлдің бір түрі. Кәдімгі замиокулькасқа қарағанда негізі жай өседі дейді. Бірақ жақсы, жаңағы күтімі жақсы болса, бұл да жақсы өсу керек. Бұл міне өте жай өсіп тұр. Мынау алғаннан бергі шыққан өскіні әлі осылай тұр. Енді бұны да отырғызатын уақытта мен сіздермен бірге видео түсіріп отырғызатын боламын. Енді осы равен гүлінің бір бөлігі міне. Мен бұны тағы міне осындай суға салу әдісімен отырғызып қойдым. Бұл құмда өскен жоқ, шіріп, бұның жапырақтарын тастай бастады. Сосын мен алдым да, бұны да осындай үлкен, мынандай стаканчиктің үлкеніне салып, суға отырғызып қойып едім. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, үлкен болып, өскіні өсіп келе жатыр. Мынаяқтарынан әдемі ақ тамырлары шығып келе жатыр. Міне ешқандай бұл замиокулькас суда картошкасы шірімейді. Қайта жақсы тамырланып, өздеріңіз көрдіңіздер, жақсы өсіп келе жатыр. Ал жаңағы шірген майда замиокулькастарды мен мынандай қылып отырғыздым. Көрсеңіздер, міне мына жерден ақ тамыр шығып келе жатыр. Сонда бұл картошка астында картошка айналды деген сөз. Бірақ мен бұны ашқым келіп тұрған жоқ. Бұны қалай отырғызды десеңіздер, мынандай фитолавин деген бар. Бұл өскіндердің тамырларын тез шығарады. Осы майды пайдалану арқылы мен осы замиокулькастың мынандай сабағының ортасынан тілдім, сөйттім де фитолавинға салып, мынаған салып қойып едім. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, жақсы тамырланып шығып келе жатыр. Сосын су құйдым да, мынандай тепличка есебінде мынандай салафанға орап қойдым. Бұның тұрғанына бір 2 жеттен асты. Сонда 2 жетті, 3 жеті дегенде бұл осындай тамырын беріп тұр. Міне көрсеңіздер. Бұған да кішкене ғана судан, тыңайтқышы бар судан кішкентай ғана құйып қоямыз да. Сөйтіп мынаған қайттан орап қоямыз. Міне кімнің үйінде замиокулькас бар, кім замиокулькас гүлін өсіріп жатыр, сол сіздерге менің айтар кеңесім. Сіздерде егер замиокулькастарыңыз өспей жатса, осындай қылып суға салу әдісі арқылы өсірсеңіздер болады. Замиокулькастарыңыз жақсы өсетін болады. Сосын жіппен суару әдісімен отырғызсаңыздар, сіздердің замиокулькастарыңыз жақсы осындай өскін беріп өсетін болады. Сіздерге де осы замиокулькас гүлін өсіруде сәттілік тілеймін. Негізі бұл замиокулькас гүлін өсіру қазір кең тарап жатыр. 2 үйдің бірінде бар деп ойлаймын бұл замиокулькас гүлі. Бұл өзіміздің үйіміздің интерьерінде өте жақсы ашып үйге әдемі әсемдік беріп тұрады. Сондықтан да сіздер де осы менің көрсеткен кеңесімді пайдалансаңыздар болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.